Мемлекет башчысы Касым-Жомарт Токаев 2020 жылғы жолдауында аңсаған сәби бағдарламасын жариялап, экстракорпоралдық ұрықтандыруға квота санын 7 есеге көбейтіп, 7 мыңға жеткізуді тапсырған. Бүгінде еліміздің 9 өңірінде 19 медициналық ұйым экстракорпоралдық ұрықтандыру қызметін ұсынады. Армысыздар, құрметті көрермендер, эфирде аңсаған сәби бағдарламасы. Бұл бағдарламада сәби сүюді аңсап жүрген жандарға дұрыс бағдар беріп, үміт сыйлаймыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз эко және құрсақ ана. Осы орайда бүгін кейіпкерлермен таныстырып өтейін. Гүлфайрус ханым келіп отыр, өзінің кішкентай сәбиімен, Нұраймен және Айгүл есімді құрсақ ана бүгін біздің студиямызда. Қош келдіңіздер. Құрсақ ана баланы жатырына салмай тұрып басқа әңгіме айтады, күліп отырады. Жатырына салып, аяғы ауыр болғаннан кейін 180 градусқа айналып бұрылып, басқа адам болып шыға келеді. Сіз аманат, маған аманат қылып осы баланы көтер деп маған не қылдыңыз, айттыңыз. Енді мен сізді аманат сол баланы туып, дені сауып сізге босанып, сіздің қолыңызға тапсыру менде деді. Қандай жақсы. Сіздің денсаулығыңыз, сіздің өміріңіз әрине бұл 5 миллионға тұрмайды. Былайша айтқанда. Бірақ сіз енді үлкен сауап іс жасадым деп тұрсыз ғой. Гүлфайрус ханым, енді өзіңізден бастайық. Айтып өтсеңіз, қанша жаста балалы болдыңыз, неше балаңыз бар? Қанша рет осы эко бағдарламасынан өттіңіз? Қысқаша өмірбаяныңызды таныстырып өтсеңіз бізге. Гүлфайрус кенжесін дүниеге құрсақ ананың көмегімен әкелген әйел. Бүгінде Нұрай есімді 3 жасар бүлдіршіні бар. Мен қазір өзінің үлкен ұлым бар, жасы 30-да. Ол өзі әрине өзінің отбасы бар, өзінің жеке өмірі бар дегендей, өзі бөлек тұрады. Одан кейін ұлым бар, қазір 11 жаста Нұрәли деген ұлым, қазір міне мектеп қабырғасын оқып бітірді. Одан кейін мына қызым Нұрайым. Бұл қызым қазір 3,5 жасқа келді. Бұл қызымызды да көптен күткен қыз. Өзіміз Алланың енді Алладан сұрап өзім қызды армандадым. Қыз болса екен, қыз деген анаға жақын болады. Қыз деген сондай басқаша. Енді өзімізде қыз болдық қой, анаға жақын болып, ананың қасында жүретінбіз, ананың тәлім тәрбиесін алатынбыз. Бәріміз анадан шықтық қой дегендей. Осы қыз менде арман болды. Міне Аллаға шүкір, осындай қыз дүниеге келді. Аты Нұрайым. Неше жасыңызда Нұрайымды босандыңыз? Қандай жолдардан өттіңіз экода? Бұл жолда мен өзіме де осыдан бұл қызды босанбай тұрған кезде бір жолы эко жасадым. Өкінішке орай денсаулығыма байланысты эком болмады. Содан сөйтіп 2 жыл жүріп, сосын сіздерді естіп, сіздерге келдім. Сізге келіп жолыққаным бар, есіңізде ма? Осылай, жасым 50-де, қалай бала көтеруге мүмкіндік бар ма деп сізден өзіңізден ақыл кеңес сұрадым. Сіз айттыңыз, өкінішке орай кеш болып қалды дедіңіз. Сосын сіз өзіңіз басқа жолдарды маған айттыңыз. Осындай болады. Жаңағы суррогат ана деген болады. Сондайды өзіңіз айттыңыз, осындай болады. Сосын соған мен келістім. Бізде сол дайын тұрған өзі эмбрион бізде болған дайын. Ол эмбрион қашан сізде болды? Қашан оны дайындап қойдыңыз? Қай жылы? Ол кезде жасыңыз нешеде болды? Ол эмбрионды осы ұлымды, қазір 11 жастағы ұлымды босанғанда сондан қалған 40 жастарыңызы, 42 жастағы эмбрион болған. Сол эмбрион менде 8 жыл сақталып тұрды.
Сол 8 жыл сақталып, сіздерді... Ұлыңызды босанғаннан кейін, босанғаннан кейін 8 жыл сақталды. Сол 8 жыл сақталған эмбрионды сіздер жоққа шығармай, бұл өте сізге қажет. Кезінде де айтқан, осындай бұны ешқандай біз тастамаймыз. Біз осылай сақтай түрінде сақтап қоямыз. Бұл сізге болашақта керек. Өзіңізге бола ма, өзгеге бола ма деп дәрігерлер айтылған сөз болған. Содан соның бір орайы келіп, сол 8 жылдан кейін мына осы қыз дүниеге келді. В соответствии с критериями Всемирной организации здравоохранения репродуктивный возраст женщины от 15 до 49 лет. Безусловно, эти критерии имеют некоторую долю социальной составляющей. Реально верхняя граница репродуктивного возраста 40-42 года, поскольку вероятность рождения здорового ребенка после 30 лет снижается на 3,5% ежегодно. Сонда бұл 42 жасыңызда жаңағы ұлыңызды да экомен босанып отырсыз ғой. Кейін ұлыңызды өзіңіз көтеріп отырсыз. Кейіннен көп жыл бола алмағаннан кейін эко арқылы ұлыңызды босанып отырсыз. Содан кейін содан қалған эмбриондар қалды. Кейін ұлыңыз өсіп жетілді, өсті. Енді жасыңыз келіп қалғанда осы қызды сүйгіңіз келіп, әрине, осы эмбриондарды тұрған эмбрионды пайдаланайыншы деп келдіңіз ғой. Содан кейін енді айтыңызшы, құрсақ-ананы қалай таптыңыз? Қиыншылықтар болды ма? Кім арқылы таптыңыз? Әлде туысқаныңыз босанып берді ма сізге? Әлде агентство арқылы таптыңыз ба? Қалай болды? Құрсақ-ананы шынын айтсам, ешқандай туысқандардан оны қажет етпедім. Өйткені себебі агентство тауып берді маған құрсақ-ананы. Ол құрсақ-ана табуда оңай емес екен. Оңай емес. Біреу келді, оның денсаулығы жоқ, екіншісі келді. Ол болмайды, солай бірнеше қыздарды таңдап, ішіндегі бір келіншекті өзім қаладым. Сол келіншек бәрі жақсы, соны тексердіңіздер өздеріңізге әкеп. Ол келіншекті бәрін тексеріп, осындай өткеннен кейін денсаулығы жарайды деген сіздер хабар айтқан соң біз кірістік соған. Өте жақсы, ол келіншек те өзі ұлымен жасты келіншек екен, бәріне келісім болды, келісім шарт бойынша бәрін жасадыңыздар. Енді қазір бұны сұрап тұрған себебім, қазір өзіңіз айтпақшы, құрсақ-ана табу өте қиын пациенттерге. Ал енді ол табылып жатқан құрсақ-ананың өзі қазіргі биологиялық анамен тіл табысулар өте қиын. Себебі құрсақ-ана баланы жатырына салмай тұрып басқан кім айтады, күліп отырады, жатырына салып аяғы ауыр болғаннан кейін 180 градусқа айналып бұрылып басқа адам болып шыға келеді да, мен балаңды күтіп жүр, мен балаңды туып берем, сенің балаң менің ішімде деп, сомен 9 ай биологиялық ата-анасымен ана баланың өте жаман қарым-қатынаста болып жатқан жағдайлар да бар бізде. Тіпті соттасуға жағдайға дейін жеткен бізде жағдайлар, әртүрлі тарих, историялар бар деп айтсақ болады. Сізде ондай қиыншылық туындамады ма ол құрсақ-анамен? Ақша жағынан, тамақ жағынан, ана маған киім әпер деп, наны ішем, наны жемейм, не болмаса кейбір құрсақ-аналар бар, кредитімді жабыңдар деп шығады. Ол жаңағы ешқандай неде көрсетілмесе де, кейін баласын салып жүргеннен кейін ішіне ергісіз оның айтқанына көнеді ата-аналар, көптен күткен баласын. Сонда көп қиын жағдайлар болып жатады. Сізде қандай болды? Әрине, мен оны естідім. Бірақ маған ондай кездескен жоқ. Өте жақсы, ақылды келіншек кездесті маған. Енді бұлай қарап болсам, ол келіншекте жағдайын түсінеді. Ол да бір жетіскеннен ондай бір бала туып берейін деп отырған жоқ. Өйткені себебі оған да жаңа пәтер алу керек, шаршадым, пәтер ақысын төлеп, осылай деп әңгімелерін айтты. Мен бәріне келістім, екеуміз келістік. Ол бұның эко жасағанда да сіздердің өздеріңіздің методтарыңыз бар екен. Алдымен юристке барады екенбіз. Жаңағы нотариусқа барасыз. Нотариуске бардық. Сол кезде бәрін өздері этап қылып бізге бәрін айтты. Осылай сізде бәрін тыңдады, өте жақсы, ақылды. Келіншек тыңдады, бірақ соның ішінде жаңағы шарт бойынша сол 9 айға дейін мен ол әйелді пәтермен қамтамасыз жасадым, тамағын сатып әпердім, аяқ ауыр кезінде киетін киімдермен қамтамасыз жасадым. Тіпті былайша айтқанда барлық жағдайына мен келістім. Өйткені ол келіншек маған осындай дүниеге
сәби әкеледі, неге ондай жасамасқа? Бәрін біз келістік. Ешқандай да бізде арамызда болған жоқ. Бізде де сіздерге біз сіздерден шығып, сіз жаңағы өзіңіз жұмысын бітірген соң бізді ары қарай жібердіңіз. Сол күні сіздердің өздеріңіз дәрігерлеріңізде біз есепте тұрдық. Сол кезде де бізде де сол дәрігер өте таңғалды. Сіз қандай ақылдысыз, қандай мына қызбен қалай тіл табысып жүрсіз. Көп сіз айтқандай болады екен ондай арада да көрдім. Бірақ менде де ондай қызғаныш болған жоқ. Менің жаңағы сұр мамамда ондай қызғаныш болған жоқ. Бір сөзінде ол қыз айтты: сіз менің өзіңіз анам екенсіз, анаммен жасты екенсіз. Сіз аманат, маған аманат қылып осы баланы көтер деп маған не қылдыңыз, айттыңыз. Енді мен сізді аманат сол баланы туып, дені саулып сізге босанып, сіздің қолыңызға тапсыру. Закон о суррогатном материнстве в Казахстане был принят в 1998 году. Первый ребенок, рожденный таким путем, появился на свет годом позже, в 1999. То есть теоретически первенцу программы сейчас 23 года. Процедура совершенно законна. Она заверяется нотариально. Қандай жақсы суррогат ана тапқансыз. Себебі өте қазір қиын ондай суррогат аналарды. Айтып тұрмын ғой қазір. Біреу жақсы болса, үшеуі басқалай сөйлеп шығады. Өте көп арасында конфликт, сотқа дейін жүгінгендер болған. Әртүрлі жағдайлар болып жатыр. Енді Құдай сақтасын, бірақ енді қазір шындығында да құрсақ аналарды табу өте қиын. Енді сондай бір құрсақ ананың бірі Айгүл ханым біздің ортамызға келіп отыр. Бұл кісі енді белгілі жағдаймен түрін көрсеткісі келген жоқ, ол түсінікті. Әрине енді бүкіл халықтың алдына шығып, өзім мен осындаймын деп айтқысы келген жоқ, бірақ енді бұл кісі шындығымен кейіпкер болған, шынымен өзі құрсақ ана. Енді өзің Айгүл айтып өтші. Мен жасым 31-де. Осыған келістің, неліктен құрсақ ана болдың? Қандай жаңағындай конфликт болды ма? Бірінші ол қаражат, екіншіден біреуге бала туып беру дегендер, потому что сауап деген кеп тұр ма? Иә, сауап жасағым келді. Сол, өзімнің еркім сондай болды, желание. Енді сіздің тұрмыстасыз ғой сіз? Иә, көбіне құрсақ аналар тұрмыста жоқ келіншектер, ажырасқан келіншектер болады. Жоқ, жолдасым қарсы болған жоқ. Жолдасым келісім берді. Жоқ, болған жоқ. Келісім берді, рұқсатымен бала. Сол суррогат программа. Сіздің нешінші балаңыз болып туылды осы? Үшінші. Өзің жоқ, жаңағы программа бірінші болды, иә. Бір салғаннан көтеріп кеттіңіз, иә? 9 ай бойы сізде қандайды бір сезім болды ма? Ішімдегі бала қозғалады, бір сезім болады ғой? Бір аналық сезіміңіз оянған жоқ па? Бергіңіз келмей, бір түрлі босанғанда бір қимаушылық деген болды ма? 7-8 айында кішкене сондай болады да. Босануға жақын қалай болады екен, баланы қалай асырайды екен дегендей, иә. Жоқ, асырайтын енді оны... Енді просто балаға жақын қалай тәрбиелейді дегенде, балаға қалай қарайды деген. Бала дұрыс семьяға бара жатқан жоқ. Ана балаға ойлап, сіз соны уайымдап қалдыңыз, иә? Қандай семьяға түседі екен, өздері туған жоқ, оған қандай қарым-қатынас болады, жақсы көріп ма баланы, жақсы көрмей ма деген ой қорқыныш болды ма сізде? Иә. Сіздің қандай қарым-қатынас болды биологиялық ата-анамен? Жаңағындай ұрыс-керіс, бір келіспеушіліктер болды ма? Жоқ, жақсы. Ал енді бұл жерде баланы туғанда өзің көрдің ба? Иә, көрдім. Бетіне қарадың ба? Бетіне былай баланың бетіне қараған жоқ? Жоқ, кесарьден босанды. Көбіне енді құрсақ аналар өздері босанып жатады, көп операцияға алмайды. Сізді не үшін операцияға алды? Бір ауыр бірдеңе болды ма денсаулығыңызда? Бала үлкен болды, 5 килограмм туылды. Ого. Бойы 57 ма, 58 болды, иә. Ал өз балаңыз неше килограммен туып едіңіз? 4 килограмм. Осыдан кейін өзіңіз бала көтердіңіз ба? Иә. Неше рет бір балаңыз бар, иә? Осыдан кейін босанған. 2 балам бар. Кейінгі балаларыңызда кесарь арқылы босанған шығарсыз, иә? Өкініп қалған жоқсыз ба? Неге ғана бардым екен деп? Өкінген жоқ. Өкініш жоқ. Енді үйге келіп, роддомда неше күн жаттыңыз? 6 күн жаттым. Үйге келгенде енді іште 9 ай жатқан балаңыз. Енді кішкене қобалжу болады ол. Болды ма? Иә, болады, сезім болады. Ішіңізді сипап, балаға бірдеңке жетпей жатыр. Бала 9 ай бойы жыл піріп шықтым. 1 жыл болды ғой. 1 жыл жатады, получается, менің қасында. Жүрек қағысын
сезесің, бірге жүресің дегенде қимыл бәрін өзеген приемдарын өткеннен кейін уже сезіп отырасың ғой баланы. Үйге келгенде бір түрлі сезім болды ма? Бір апта кішкене қиын болды, бірақ үлкен ұлым болғанмен, жолдасым болғанмен бәрі ұмытылды. Енді сіздерде бұл... Бірақ кішкене ішінде қалады екен. Сезім, иә? Енді сіздердің суррогат анаға қол қойып жатқанда жаңа Гүлфайрус айтып кетті ғой, юристқа барамыз, нотариусқа барамыз деп. Сол кезде жалпы суррогат анаға өзі дайын болып келеді ғой, пациенттер. Енді сізде жаңағындай балаға деген сезім көп ояна қоймайды ғой дегенім ғой. Жоқ, мен уже осознанно түсініп тұрмын ғой, не үшін барып жатқанымды. Енді ана кісілер сізге шын риза болып рахметін айтты ма? Иә, риза болды. Қасымда 5 күн болды. Палатаға келіп, жағдайымды сұрап болды. Енді ақшаңызды босана салып берді ма, әлде босадан кейін больницадан шыққан соң ақшаны төледі. Не істедіңіз ол ақшаға? Ол ақшада осындай неге барып тұрсыз? Пәтер алдым. Өміріңізді былайға айтқанда енді өмірдің несі ғой бұл? Қабат келіншектер кейбір өліп те кетеді, әртүрлі жағдай болады, жатырында алып тастап жатады. Сондай үлкен бір рискқа барып тұрсыз ғой енді. Сол соншалықты тұра ма екен осы ақшаға барғанға? Жоқ. Тұрмай ма екен? Тұрмайды. Иә, келсем. Сіздің денсаулығыңыз, сіздің өміріңіз әрине бұл 5 миллионға тұрмайды. Былайша айтқанда. Бірақ сіз енді үлкен сауап іс жасадым деп тұрсыз ғой. Жаңағы сәби сүйе алмай жүрген жандарға бір үлкен бір бақыт сыйладыңыз, қуаныш сыйладыңыз ғой. Енді суррогат ана алғандар, мен оны білем қандай пациенттер алатын. Ақырғы несі ғой? Шансы ғой, былайша айтқанда. Иә, дұрыс айтасыз. Солай ғой, енді басқа жол жоқ. Не болмаса, ол кісіні ол кезде жатырына алып тастады, или денсаулығы жарамайды, или жасы келіп қалды, енді басқа жол жоқ болған. Ойлаймын, сіз енді үлкен сауап жасады деп. Әрине, ақша енді денсаулығыңызға тұрмайды. Бірақ енді Алланың алдында өзіңіз таза болдыңыз, жолдасыңыз рұқсат берді. Ешқандай жаңағы конфликт болған жоқ, бәрі жақсы өтті. Бәрі жақсы өтіп, жақсы аяқталса, бәрі жақсы. Бірақ жақсы аяқталмайтын кездерде болады. Ол бізде жаңағы суррогат аналардың қан кетіп, жатырына алып тастайтын кездерде болады. Ошол 21 жастағы суррогат ананың бірақ баласы бар. 21 жаста баласын босанғаннан кейін қан кетіп, жатырына алып тастады. Сонда енді ол 21 жастағы ғана қыз ертең мүлдем бала сүйе алмайтын жағдайға келді. Енді оның өзіне суррогат ана керек болады кейін болашақта. Өмірмен қоштасатын кейде болады, но енді Құдай сақтасын, ондай жағдай болып көрген жоқ. Жалпы екі қабат келіншектерді айтам да. Енді Гүлфайрус, қазір жасыңыз нешеде? Қазір жасым 53-те. 53-те. Қызыңыз 50 жаста келді, сізге? Енді бұрынғы жүктіліктен қазіргі 50 жаста көрген жүктіліктің бір қандай да айырмашылығы, сезімі, не болмаса бір ауыртпаушылығы бар ма? Ешқандай ауыртпашылығы жоқ. Міне, енді кезінде осыдан үлкен балалар, ол кезде жас болдық, олар өздерін қарады, бірін қарады дегендей жұмыс деп уақыт өтіп кетті олардан. Бұл деген ең тәтті, ең сондай қымбатты, жаңа сондай өте қыз. Бір аналық махаббатқа бір молынан кеңеліп, бір малтып жүріңдеңізші соның ішінде. Жұмыстан келгенде алдынан жүгіріп шығады, әкетай, анашым деп жүгіріп шығады. Әкесі де өте риза осындай қыз болғанына. Өте бір тәтті қыз болды енді. Тәтті қыз. Өзі еще ақылды қыз. Ақылы көп, бәрін оймен айтады. Қазірдің өзінде маған көмектеседі. Ең қызығы, менде де сұрайды, жолдастарым, достарым сұрайды. Менің немерелерім, үлкен немере қызым бар, аты Ақбота, бұл Нұрайымнан 2 жас үлкен. Одан кейінгі немерем аты Айсылу, ол Нұрайымнан 6 ай кіші. Одан кейін кішісі бар, Дінмұхамбет деп қойдық, ол кішкентай 9 айлық. Сіздің немереңіз бар екен ғой? Немерем бар, иә. Сонда келініңізбен бірге босанып тұрсыздар ғой? Иә, бәрі жақсы. Олар менің жаңа үлкен ұлым да қуанды, келінім де қуанды. Қарындасына? Келінім өте қатты қуанды, менің қайынсіңілім болатын болды, мен болды деп қуанды. Балам қуанды, қарындасым мен дүниеге келді. Екен 2 ұл ғой менде. Қазір енді өте жақсы. Қазір сол келіннің жаңағы 2 қыз, 1 ұлы бар, менің қызым бар, 4-еуі, бәрі бір-бірімен бірге ойнайды, бірін-бірін іздейді, бірін-бірін көрмесе, бірін-бірін асығып көрсуге
құштарлық айтып жатады ғой, білдіріп тұрады бір-біріне. Енді қазір 53 дегенде енді аз жас емес қой. Әрине. Жалпы сізде андай қорқыныш бола ма? Болашақта қалай болар екен? Енді алдағыны Алла біледі. Қазір неше түрлі болып жатыр ғой, сондай бір қорқыныштар. Бала туғаннан кейін ол қорқыныш еселене ме екен? Енді бұл баланы жеткізу керек, папасы екеумізге бірдеме болып қалмас екен деген енді сондай сезімдер бір болады ғой, болашаққа деген бір қорқыныш сезім. Болады, дұрыс айтасыз. Менің жолдасымның өзі шешесі 45-ке келгенде босанған екен. Енді өкінішке орай ол кісілер дүниеден қайтып кетті. Әкесі, менің жолдасым айтады, мен дүниеге келгенде менің әкем есімбілім сақалы болған, 68 жаста болған дейді. Ал керек болса. Мінекейіңіз енді сондай жолдасым айтады, менің жолдасым да ақылды, сондай ақылдыдан ақылды осындай қыз дүниеге келіп отыр, өте ризамын. Сол менің жолдасым айтып отырады сондай сөзді. Ешқандайдың оның кештігі жоқ, жақсылықтың ерте кеші жоқ дейді. Сосын айтады, жақын таудың алыстығы жоқ деген тағы да сондай сөз бар ғой. Өте жолдасым өте қатты қуанды қызым дүниеге келген кезде. Енді бұл енді жас кездегі баладан қазіргі жас келгендегі балалардың сезімі екі бөлек қой. Жас кезде өзіңіз айттыңыз ғой, жұмыспен, анамен балалардың қалай өсіп кеткенін байқамайсыз. Енді ал енді мынандай возрастта туылған балалар тәтті болады шығар. Өте тәтті, өте керемет. Бұл бұрынғы балаларға қарағанда бұл қазір басқаша бұлардікі. Шашы кімге тартты? Шашы өзінің апасына тартқан. Менің жаңағы енем марқұм шашы осында бұйра кісі болған. Сол кісінің шашы жолдасында бұйрасы бар. Енді өзімнің жаңағы күйеуімнің анасы шашы өте қатты бұйра кісі болған. Оны жақсы өзім білем. Болашақта Айгүл тағы да құрсағана боласың ба? Болашақта? Тағы біреу сұрап жатса, Айгүл мен үшін болып бер деп сұрасам, барасың ба? 5 миллион емес 10 миллион берем десе? Жоқ. Қанша берем десе де келіспейсің ба? Көп жоқ, келіспеймін. Басынан өткеннен кейін білесің ғой, қалай болатынын. Рас, бір рет құрсағана болған аналар екінші рет ешқашан суррогат болғысы келмейді екен. Ол енді практика бойда көріп жүрміз. Енді қанша деп айтқанмен сізге ол қиын болады. Іштегі баланы біреуге өзінің ата-анасына берген. Шынында да біраз психологиялық тұрғынан ауыр болып қалады деп ойлаймын мен енді. Сол үшін келесі балаға келісім жоқ деп айтып отырған сол шығар деп ойлаймын. Ал енді қыздар, сіздерге көп рахмет, алтын уақыттарыңызды бөліп, қаншама халықтың алдына шығып, тарих өмір баяндарыңызды айтып, ақыл кеңестеріңізбен бөлісіп жатқандарыңызға бұл үлкен ерлік деп білемін, өйткені екінің бірі бұған келіспейді. Сізге көп рахмет Гүлфайрuz, енді осы жасыңызда келіп бізге айтып жатқандарыңызға, ақыл кеңес. Сіздерге, қызыңызға, папасы мен мамасына сіздерге өмір тілеймін. Денсаулық тілеймін, күш қуат тілеймін. Енді осы кішкентай қыздарыңызды өсіріп ертең осы қыздың тойында тойлатып жүріңіздер. Рахмет. Келгендеріңізге көп рахмет. Ал құрметті көрермендер, бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз. Сау болыңыздар.